Біздің әрбір істеп жатқан ісіміз сонда бауырлар, әрбір жинап жатқан сауабымыз, әрбір сауапты істеріміз ол қияметте нұр болады екен ғой бізге. Сауап деген нәрсеге біздің ата бабамыз қандай көзқараспен қараған? Жасайша сауап болады. Істейша сауап болады. Сауап деген нәрсе ол қияметте иншалла жақсап жатқан жақсы амалдарымыз нұр болады екен да. Сол жағы нұрды арттарынан іздеңдер деген сөз үмітсіздікке ұшырату үшін айтып жатыр дейді сахабалар, ғалымдар тәпсірінде. Сонда Құранда Алла Тағала айтады, сонда олардың араларына бір есігі бар дуал орнатылады дейді. Үлкен қабырға түседі. Бұл жаңағы қабырға жәннаттықтар мен тозақтықтардың арасын бөледі осы қабырғамен. Оның ішінде дейді Құранда Алла Тағала, рахым, сыртында, сырт жағында азап бар дейді. Яғни жаңағы қабырғаның ішкі жағында мүминдер жағы мейірімге, жәннатқа толады, ал кәпірлер жағындағы азап ол сырт жағы. Ибн Кәсир айтады, бұл қиямет күні мүминдер мен мұнафықтардың арасын бөлу үшін қойылған қабырға дейді. Араға жағы ол араға келген кезде, мүминдер ол араға келген кезде оның есігінен кіреді дейді. Сол кіргеннен кейін есік тарс жабылады да мұнафықтар соның сыртында қалып қояды дейді. Юнадунахум алам накум маакум. Мұнафықтар айтады екен мүминдерге, біз сендермен бірге болмап едік, бірге намазда болдық, бірге жақсылықтарда болдық, бірге жаңағы кедейлер тамақтандырдық, біз сіздермен болмадық па деп жандары шығып жатыр да ана ненің артында, қабырғаның артында. Сендермен біз бір қатарда тұрып намаз оқыдық қой. Сонда жаңағы мүминдердің жауабы не дейді екен? Қалу бәлә. Әрине дейді. Әрине деп айтады екен. Жаңағы жаны шығып жатқаннан кейін, өйткені анау ар жағындағы азап болып жатыр ғой. Сондағы жан дауыспен шығып жатқан нәрсе ғой. Сендермен біз бір қатарда тұрып намаз оқыдық, жақсылықта бірге жүрдік, бір-бірімізді не қылдық қой, енді неге деген кезде әрине деп Алла растайды екен, бірақ сендер не дейді? Валакиннакум фатантум анфусакум. Сендер өздеріңе зұлымдық еттіңдер дейді. Өздеріңе зұлымдық жасадыңдар дейді. Сосын күттіңдер дейді, сосын күмәнданып жүрдіңдер дейді. Шынымен бола ма екен осы нәрсе? Шынымен ертең сауап қайта ма екен осы нәрсенің? Шығын болып атқан жоқпыз ба? Әйтеуір бос өткізіп атқан жоқпыз ба уақытымызды? Болмай қалса не болады деген күмәнда жүрдіңдер дейді да.